Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айқан Зулпиева. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, пайдалы болса жазып алсаңыздар болады. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал бүгін сіздермен 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағыттағы химия 1-90 тжб жауаптарының тапсырмаларымен бөлісетін боламын. Енді бірінші тапсырмада 1-3, яғни А варианты тек 1-3 деген белгілейсіздер. Екіншіде В варианты тек 2 дегенді белгілейсіздер. Ал 3-тің астында 1-ші, 2-ші, 3-ші, яғни 1-де альфа, 2-де бета, 3-те гамма, 4 0 0, тотығу дәрежесі +2, плюс -1 0 болып саналады. Ал Б тапсырмасында артефактордың жасын анықтауда қолданылады.